Құрметті азаматтар, бүгін біз өте бір маңызды халықаралық конференция қатысып отырмыз. Тақырыбы өте өзекті және дәл қазір осы бүгінге келіп тұр. Ұлт тарихындағы батырлар институты жаңа деректер мен жаңаша көзқарастар атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция бұл. Бұған жалпы негізінен Қазақстандық ғалымдар қатысады, бірақ сонымен бірге Моңғолиядан, тағы да басқа елдерден қатысатын азаматтар көп. Сосын мына өзі конференция жалпы Астанада болып жатқанымен, бұған Алматының жігіттері, Алматының біздің әріптестері, этнология және тарих институты, Казгу-ның профессорлары, Түркияның азаматы Әбдіхап қара бауырымыз қатыспақшы. Яғни бүгін бір өте бір маңызды және ауқымды әңгіме болады. Конференцияның жалпы ұйымдастырушылар тарихшылардың ұлттық конгресі, қоғамдық бірлестігі. Бұл кезінде жаңағы осы рухани жаңғыруды бастаған кезде құрылған мекеме болатын қоғамдық бірлестік. Соның қазір Ева Батыршылының қолын алуымен бұл жаңғырып жатыр. Тарихшылар ұлттық қоғамдық бірлестігі. Ұлттық конгресс дейміз, қысқаша айтқанда. Бұл өте бір маңызды мекеме болып жатыр. Содан бір жағынан көп рахмет Ева Батыршылына бүгін университетте осы ең кәбір залын бізге бергеніне, айтқан тақырыпты көргеннен кейін бұл кісі бізбен келісті. Әрі жаңағы бүгін осы тарихшылар конгресінің жеткізушілері отыр арамызда, біразы кәрізді баяндама жасайды. Ал сол ұлттық конгрестің жаңағы ғылыми хатшысы Жабай Қалиев бүгін біздің арамызда. Оны кейбіреулер білмеуі мүмкін, Жабайдан шығып келген, әлияңын айтып отырмыз. Осы қатысушылар жаңа айтып кеткендей жоғары оқу орындарының профессорлар, оқытушылық құрамдары бар арамызда, ғылыми мекемелердің қызметкерлері, соның арасында мемлекет тарихи институты ғалымдары араларында, мектеп мұғалімдері, докторанттар, жасына студентпен магистранттарды залына шақыртып, біздің мақсатымыз не ғой, жастарды тәрбие беру. Егер тарихшылар армиясы Қазақстанда мықты болса, тарихшылар мықты болса, ол елдің идеологиясы мықты болады. Себебі тарихшының ата тарихшы ол барған жерде, отырған жерде белгі сағағында отанға деген сүйіспеншілік, тәуелсіздікке деген жаңағы құрмет, осындай бір маңызды мәселелерді айтатын белгілі. Осы тақырыптың арасында өте бір маңызды мәселе аймақталу дейміз. Ол да жаңағы біздің тақырыпта тұрған жағдай. Бүгінгі конференцияда бір жағынан ұлттық батырларды айтылады, мысалы Қабанбай, Бөгенбай сияқты. Бірақ сонымен қоса, мысалы Бұқарбай батыр сияқты, не мысалы әр аймақтың біздің барды, оңтүстік болсын, солтүстік болсын, батыс болсын, әр жерде сол кезде жаңағы ел үшін. Тағы естеріңізге түсірейін, бұл ұлт тарихындағы батырлар институты қосыныкті жаңа деректер мен жаңаша көзқарастар деп әдейі берілген тақырып. Конференцияның аяғында осы екі кітаптың арнайы осы конференцияға дайындалған Байахмет Жұмабайұлының Бұқарбай батыр Делтоқұлының өмір жолы және көріп отырсыздар да? Және екінші кітап, алдыма тапсырып берейін. Сол біткеннен кейін осы кітаптардың Бұқарбай батыр атты кітаптың жинақтың тұсаукесері болады. Құрметті азаматтар, алғашқы сөзді Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы құрметті академигі, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстанның белгілі азаматы, профессор Өмірзақ Озғанбаевқа берді. Құрметті қауым азаматтар, біздің бәрімізді бүгін біріктіріп отырған тақырып
қазақ батырларына, оның ішінде Бұқарбай елтоғұлына арналған жиналыс. Көктен түскен ешкім жоқ, жерден жік шыққан ешкім жоқ. Әркімнің де өзінің ата бабасы шыққан тегі бар. Сол тектен бүгін іргені аулақ салу бұл дұрыс нәрсе емес. Халықтың арасында мынандай әңгіме бар. Өзінің өткен тарихын, өткен өмірін ұмытпаған халықтың болашағы бар халық дейді. Сондықтан біз өзіміздің болашағымызға тиісті бүгін бір ұлы тұлғамен тағы да қайта қауышқалы отырмыз. Бұған дейін де Бұқарбай бабаға конференция өткен. Ол конференцияда да жақсы әңгіме болған. Азаматтар сол конференцияның материалдарында жинақтаған. Енді бүгін мінекей осы тақырыпқа қайта оралып отырмыз. Бұл бүгінгі конференцияның бағдарламасында көрсетілген Моңғолдан, одан кейін Түркиядан, Алматыдан көптеген ғалымдардың қатысқаны өте қуанышты жағдай. Ол кісілердің баяндамаларында тағы жаңа қосымша тың мәліметтер болады деген ойдамыз. Бұқарбай баба туралы айтылатын әңгіме. Бұл кісі ұлы топта болған адам. Қазақтың үлкен батыры ханы Абылай ханның жанында 25 ат ойлайтын батырлар болады екен. Ат ойлайтын батырлардың қызметі жауға жүрегі шайлап қалған кезде, шабуылға шығуға кідіріп қалған кезде жауынгерлер жалпы соларға күш жігер беретін осындай 25 ұлы тұлға болған екен. Солардың бірі мінекей бүгінгі біздің әңгімелесіп еткелі отырған конференцияға арналып отқан Бұқарбай бабамыз. Бұқарбай баба 500-ге жуық тарихи оқиғалардың ортасында болған адам екен. Соның ішіндегі ең үлкен ұлыларының бірі Аңырақай шайқасы. Одан да басқа тар заманда түрлі жағдайлар болған. Осы байтақ жерде біздің болашағымызды сақтап қалған сол ұлылар, ұлылардың еңбегі. Олар жанында қиған, өмірінде қиған осы сапардан. Сөйтіп біз бүгін дүниедегі 200-ден астам мемлекеттің 9-шы территориясы болып отырғанымыз, сол ұлыларға біз қарыздармыз. Енді Бұқарбай баба кезінде Бұқар жаудан бата алған екен. Сол ұлылардың батасы қабыл болған болу керек, өмірі қайтпай, жаудың сол елдің жау шетінде жүрген тұлға болған екен. Қазақта әңгіме бар. Су ішкен кезде, су ішкен құлығыңды ұмытпа деген. Бұқарбай жау туралы, Бұқарбай батыр туралы әңгіме болған кезде, біз ол кісінің әкесін шыққан ортасын ұмытуға тиісті емеспіз. Бұл енді 12 Абақ Керейдің итолысынан шыққан ұлы тұлға әкесі бұл кісінің сол Абылайдың батырларына қару-жарақ дайындайтын топтың бас ұстасы болған екен. Әрине заман сондай болды, қамшымен соғысатын заман емес, соғысатын адамдарға қару-жарақ дайындау қажет болды. Сол топтың алдыңғы легінде жүріп, Елтоқ баба осы шаруалармен шұғылданған екен. Енді мен мына отырған азаматтарға ризашылығымды білдіргім келеді. Көлігім көк, тамағым тоқ, семьям жанында, үйім үстінде деп шектеліп қалмай, сол абыройға, атаққа, ұлы бабаларға қызмет жасап, оның еңбектерін жинақтап,
кітап етіп шығарып, бүкіл жұртшылыққа таныстырып жатқан бұл үлкен еңбек. Енді бұл ұлылар туралы жазылған қағазға түскен материалдың кемдігі, тарихи деректердің аздығы осы тұрған топқа аян біледі. Бірақ сол кітап бетіне көрмегенмен елдің жады деп аталатын тарих бар. Сол елдің жады деп аталатын тарихта топонимдер, сол кісілердің аттары, есімдері сақталған, жер атаулары, тағы басқалар сақталған. Сондықтан бұл Бұқарбай бабаларымыздың еңбегі, көрсеткен ерлігі еш уақытта ұмытылмайтын ерлік. Шоқан бабамыздың айтқан әңгімесі бар ғой. Абылайдың дәуірі қазақтың ерлігі мен серілігінің заманы, ғасыры болды дейтін. Сондықтан ол сол ғасырдың ұлыларын біз сатылап бүгінгі қазақтың санасына сіңіре берсек деген осындай ұғым ой бар. Енді бір мәселе, бүгінгі Бұқарбай бабаның ұрпақтары бүгін осы бір жаңа Қазақстанның, әділетті Қазақстанның құрылыс саласының әр жерінде еңбек етіп жатқан азаматтар. Бұлардың еңбегі маңызды. Сосын бүгін осындай ұлттық шаруаларға қатысып отырғанның барлығын мен өте дұрыс, жоғары бағалаймын. Бұл тарихи мәліметтердің бізге өте қажет. Себебі біз тарихты білуіміз керек. Тарихтан қолағат алуымыз керек. Және сол тарихтың тамырына жалғасып, біз өзіміз де өзгеруіміз керек. Солардың ұрпағы екендігімізді сезінуіміз керек. Сондықтан тарих деп аталатын ғылымның үлкен біздің қоғамымызда орны бар. Құрметті азаматтар, мен қысқаша сөзімді осыменен аяқтағалы отырып, басқа баяндамаларға сөз бересіз. Құрметті рахмет. Келесі сөз Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы корреспондент мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Жәнібек Ермұханұлы Қалдиновке беріледі. Алматы. Құрметті бүгінгі конференцияға қатысып отқан алаштың азаматтары, бүгінгі Евразия ұлттық университетінің негізінде өтіп жатқан конференция тарихшылар ұлттық конгресін ұйымдастырып жатқан және Бұқарбай батыр халықаралық қоғамдық қор ұйымдастырып жатқан конференцияларымызға сәтті өтті деп айтқымыз келеді. Батырлар институтын айтатын болсақ, 17-ші ғасырдың аяғында 18-ші ғасырда Батырлар институтының орны қазақ қоғамында ерекше болғанын білесіздер. Жаугершілік заман, сол 100 жылға дейін созылған қазақ жоңғар шайқастары бар. Одан кейін не бар? Оның ішінде ерекше жақтаған шығында алқакөл жылдары, 1771 жылы елу қаймақтармен шайқас осы Балқаш өңірінде Абылай хан 100 мың әскер жиналған. Бұл жай ғана сөз емес. Біз өткен жылдары мұрағат материалдарының тауып алдық, ол мемлекеттік мұрағат материалынан. Онда 10 сан қазақ жиналды Абылай ханның несінің туының астында деп жазылады. Бұл кезде Батырлар институты нақтылап болғанда әріптестерді айтатын шығар. Әрине қорлар көп, батырлардың атымен аталған қорлар көп. Конференциялар батырларға арналған өте көп. Оның ішінде Бұқарбай батыр қоғамдық қор, осы Бұқарбай батыр насихаттап жүр. Осы отырған азаматтардың әрбір өтіп қалса, ар жақта 7-8-ші аталары батырлар жатыр. Мысалы, өзіміздің атамыз Байболат батыр, омбы жақта ауылдан, Тәуекшан ауданы омбы облысы Бәйкеев деген ауылдың жанында жатыр. Байболат батыр. Сондықтан ұлы жаугершілік заманда жан-жақта шалқыстанда малды, елді, жанды, отбасын, баба-шағаны қорғауға әрине не керек болды? Батыр керек болды. Батыр болмасаң да заман
жағдай әр Қазақстан азаматын ақтап отырып, батырларды көп шығарды. Әрине, батырдың баласы заңды түрде осындай атаққа ие болмайды, тек қана өзінің күшімен, ғылыммен, әскери тәсілдермен, айналармен, пайдасымен ол батырлығы атанды. Енді біздің ойымызша Батырлар институты диссертация қорғалысқа да осы тақырыпты зерттеу керек деп ойлаймын. Қазіргі уақытта біздің Шоқан Уәлиханов тарих және этнология институты 2020 жылы қазақтың тарихи энциклопедиясын шығарған болатын. Онда Батырлар институты ерекше орын берілген. Көптеген батырларды қамтыды. Сол 3 томдық Қазақстан тарихи энциклопедияда одан басқа қазіргі уақытта 6 мекеме, мемлекет тарихи институты бар, біздің институт бар, археология, басқа да институттар бар. Олардың қатысуымен 7 том академиялық басылым дайындалды. Қазақстан тарихы ежелден бүгінге дейін. Сонда да Батырлар институты әдемі көрініс табады. Сол батырлардың деген ісі ел қорғаған қызметі бәрі көрінеді. Болашақта одан басқа біздің институт қазір батырлардың энциклопедиясына ақын кірісіп жатыр. Соны жасап жатырмыз. Облыстан зерттеушілермен байланыс жасап, сол амандық болса, осы бір-екі жылдың ішінде үлкен бір энциклопедия көп томды дүние керек деп ойлаймын. Қазақстан батырларымен ол өте лайықты. Мына ең деп ойлаймын. Ол осы Батырлар институты міндетті түрде 7 томда болғасын, осындай энциклопедия, осындай зерттеулер болғасын, Батырлар институты міндетті түрде қазір келесі жыл шығатын мектеп оқулықтарында орын табу керек деп ойлаймыз. Сондықтан бүгінгі өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Кеше Баку қаласына барып келдік. Өткен жылдарда 44 күндік шайқас болған көрші елдермен Қарабаққа азат етуге. Олар шахид батырлардың аллеясын да жасап қойған. Болашақта бізге де сондай аллея керек пе, арнайы мұражай да керек батырлардың деп ойлаймыз. Осы энциклопедиялар жасалғасын. Сосын мына әскери бөлімдерде, орысша айтқанда воинский частьтарда да батырлардың ерлігін жасаған, халықтың алып жасаған батырлығын кеңінен насихаттап, жас жауынгерлерді, мектептегі оқушыларды, студенттерді батырлардың өмірінің несімен үлгісін көрсетіп тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Сәттілік. Келесі сөз Мемар Синан Көркемөнер университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Әбдуақап Қарағабердіде. Құрметті әріптестер, бүгін сіздер ұлт тарихында Батырлар институты жаңа көзқараспен жаңа деректер атты халықаралық конференция өткізіп отырсыздар. Осы маңызды конференцияға қатысқан үшін өзімді бақытты санаймын. Сондықтан да осы конференцияны өткізіп отырған барлық азаматтарға алғысым шексіз. Атап айтқанда, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің Тарихшылардың ұлттық конгресі атты қоғамдық бірлестікке, Бұхарбай Батыр атындағы халықаралық қоғамдық қорға рахметімді айтамын. Және де осы конференция жұмысына табыс тілеймін. Ертең шетелге іс-сапарға шығатын болғандықтан бүгін қысқаша осы бейне таспа арқылы өз пікірімді сіздерге жолдамақпын. Құрметті әріптестер, Батырлар институты маңызды. Өйткені біздің өтміш ғасырдағы ұлы мемлекетте құруымызға осы батырлардың еңбегі зор болған. Және де Ақтабан Шұбырынды сияқты қиын-қыстау кезеңдерде де сол қиыншылықтан шығуға көмектескен де осы батырлар болады.
özünüzge belli Abulay Han тұсында. Odan da bugün köptüğün batırlarımız oldu. Kapanbay batırlar, Ömenbay batırlar. Және бүгінгі осы конференция тақырып отырған Бұхарбай Ертоғұл сынды батырлар болмағанда, бәлкім бүгінде біз бүгінгі осы ұланмай жерімізге ие бола алмас едік. Бәлкім де қазақ халқы жер бетінен құртыла кетермеді. Құдай сақтасын. Құрметті әріптестер, сондықтан да батырлар үсті өте маңызды. Енді менің көкейімде осына бір сұрақ тұрады. Біз өтміс ғасырларда ұлы мемлекеттер құрдық. Дұрыс. Sağ devrinden başta Türk Karganatı altın orada belgisi Kazakhandığına değil. Elin bu iş, cihandık masrafta ülken memleketler kurduk. Al son asırlarda bunday ülken ellerimiz yok. Kazakistan, Kazak Şungaray'da oturan yok. Çaldı Türkiye halklarında Osmanlı oturan yok. Çaldı Türkiye halklarında Osmanlı bir tragediya var. Bunun sebebi ne? Batırlarımız azaydı mı? Çoğaldı mı? Bunun batırların arkasında bu memleketler kuruldu. Yeniye kuramıyordunuz. Ben sonun bir sebebin bulaydı öz bütücüldeyim. Batırlıktan sıfatı özgürdü. Biz sol özgür iskeli sanmadık. Bütün bizim batırlarımız attan minip olan ayzal, çaba şaplandı, muhtiyet. Bırak zaman özgürlük. Kılım teknoloji vaktine gelgende, şu kılım teknolojisini mengelgen batırlar çıkarılmadı. Mümkün sebep dostuna göre. Sonduktan da hürmetli әріптестер, bugünkü konferansiya'nın atıdaydı oturup жаңа көзқарас. Yani biz tarihimizga, batırlarımızga жаңа көзқараспен қарауымыз керек. Sonda gana biz жастарымызға, болашаққа үлгі жасайтын жаңа жолдар табуымыз мүмкін. Hürmetli әріптестер, бүгінгі таңда батырлық менің ойымша атқанын çalışу емес. Бүгінгі таңда батырлық қолға қалам ұстап, компьютер алып, кітап оқып, шетелдік тілдерді меңгеріп зерттеулер жасау. Сол арқылы елдің мұқтаждығына жарайтын жаңалықтар экономикада, teknolojiyada, ғылымда, онына жоғары технология, компьютер саласында жаңалықтар ашуымыз керек, инновация жасауымыз керек. Міне, сол үшін бізге батырлық рух керек. Жеңіл жолдан кетпеу керек жастар. Жеңіл жолдан емес, ауыр жолдан, сабырлы, салмақты жолдан кетіп, осы салаларда сабыр менен жаңалықтар ашудың жолын іздестіруіміз керек. Отан үшін, ел үшін білгенімізді sarf ettiğimiz Ceke basın kalmış емес teknolojiyada, şarubaşılıkta, finansta, kayda жүrsек de, so batırlık ruhмен, kaysarlıkмен, kaysam men elдің пайдасына bir жұмыс атқарам деген ойда болмыз. Міне сондықтан да біз батырлар институтын осы көзқараспен зерттеуіміз керек. Сол бір елде, бір қауымда, бір жылда, бір батыр қайтып пайда болады. Оған осы қайсар рух, отан сүйгіштік қайтып келеді. Міне осыларды зерттеуіміз керек. Екінші жақтан, осы батырларға қоғам қалайша құрмет көрсетеді, одан көтермелейді. Өйткені бір қоғамда белгілі бір кәсіпке, белгілі бір статуске, бір сүйіспеншілік, бір құрмет болмаса, жастар оған еліктемейді. Сондықтан да бізде құрметті әріптестер, осы жаңа заманда teknolojiyada batır çağırmamız gerek. Ekonomikada batır çağırmamız gerek. Yine bunday azamatlarga, kılımda yetişke jetken azamatlarga oğam hürmetmen qaraudu bilүү gerek. Kasada akşasına qarab emez. Bilesizler, ötmüşte bizim batırlarımız bay olmagan. Ol mıқты, найза ұстаған, мықты атқа мінген, жауды күйреткен дегендей. Сондықтан да біз де бүгінгі таңда ғылымда, техникада жетістікке жеткен азаматтарға қалтасында ақшасына қарап емес. Оның сол батырлық рухына техникада көрсеткен. Соларға құрмет көрсетсек, сонда ғана батырлық рух қайсарлық жастарымызға да дариды. Сонда біз ғылымдың техниканың арқасында бір осынша әлемдік деңгейде, жаһандық деңгейде ұлы мемлекеттерімізге қайта қол жеткіземіз. Және де бүгінгі дағдарыстардан, экономикалық дағдарыстардан да
Şovdun yolları tamamız. Bu üçün bizden çastlarımız bu sahada öz özlerini batırsa da olur. Kalıp da solardı hürmetler üretken uyda. Hürmetler destek. Sizlerden cümustanızga sertlik dileğinin osu konferans yunastırgan azımatların bağrında al saytan men tındaman tarih üçün sizlerge köp rahmet, aman sağ olun. Al kadar söz bizim Monголияда тұратын бауырласымыз, қандасымыз, Монголия мемлекетінің клиника профессоры, медицина маманы, халықаралық дәрежелі кеңесші, хирург, Монголия мемлекетіне еңбек сіңірген дәрігер Улан-Батордан Кәділ Нәсіпбекұлына беріледі. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгінгі халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысып отырған зерттеуші ғалымдар, зиялы қауым барлықтарыңызға мұңғыл елінен жалғыз сәлем жолдаймын. Және де бүгінгі өтіп жатқан тарихи шарадан зор табыс тілейміз. Мен Бұқарбай батыр жырындағы Бұқарбай батырдың қимылы мен мінезіме жарай бес сараптама жасаған. Батыр бабамыз Бұқарбай ұлының үлгі толы өмірі баянның тарихи деректері мен әрекеттерден жинап келіп халыққа жеткізіп жас ұрпаққа үлгі етіп келешек ұрпақтың болатын мұрағатына қалдыру арқылы ұлттық құндылығымызды байыту, егеменді тұтас мемлекетіміздің отанымыздың міндеті болмақ. Мен дәрігермін. Медицина ғалым адамзаттың науқасын анықтау үшін адамдардың кеңесіп сұрау, құлақпен тыңдау, көзбен қарап, бағдарлау, қолмен денені сипап, қанның ұстау сияқты тәсілдер ерте кезден бері қолданып келген. Адамзаттың дене бітімі, 12 мүшесі, жаратылысын басқалардан өзгешіліктерін, психологиясын, мінез құлқын, сол тұлғаны баяндау барысы арқылы зерттеп қорытынды жасап, сараптама жасауға әбден болатынын медицина ғалымы дәлелдеген. Бұқарбай батыр бабамыз туралы бірнеше дастандар, ел аузындағы тарихи жинақтар және этнограф ғалым Ахмет Жуабайұлының ел аузындағы батыр бабамыз өмір баян туралы тың тарихи деректерін жинақтап жазған еңбектерін оқып, Бұқарбай батырды медициналық тұрғыдан жан дүниесіне бастадым. Әсіресе Бұқарбай батырды көзі көрген өмірмен ерен еңбектер туралы 1778 жылдары өзінде жырға қосып, Бұқарбай батыр дастанын шығарған Жансарұлы Киікбай бабамыздың еңбегін көргенімізде, Бұқарбай батырдың балалық шағы есей бер жеткен кездері өмір баянымен танысқанымда мінезі денсаулығы, көңіл күйі, ойлау жүйесі, тіпті тұрмыс пен өмірге деген көзқарасын қан ретінде байқай бастадым. Бұқарбай батыр дастанында кейбір айтылымдарды дәлел алар болса, кіседі орта бойлы, кіседі орта бойлы сонымен безі жасынан бәзір ұтқан сан жебенің өткір көз бір қабақ кең жауырын атылып қанынан артып тұн жерлердеп жырланады. Осы жыр жолында медицина ғалым тұрғысындағы сараптама қорытынды жасаса, Бұқарбай батырдың дене қуаты тымығын, рухы тымасқа, ойлау қабілеті өте терең, көз жанар өткір көреген, сезімтал, ақыл ой терең, сергек, әрі шапшаң мінезді, өз ақылын негіз ететін, көп істерге ойланып қорытынды жасамай,
қимылдамайтын бір тоғалығы бар. Бір басын емес, көпшілік ел жерінің халықтың қамын ойлап отыратын тұлға екендігінен дерек береді. Абылай ханның көзінше жекпе-жекке шығарған жоңғардың төрт батырын бірінен соң бірін тез ұштырып жеңіске жетуі тек қарағыш найза арқылы емес, әртүрлі әскери қимыл қозғалыс, айла-тәсілдер арқылы жеңіске жету батырдың ой-қабілетінің қанша терең болғанымен қатар өте жаужүрек батыр екендігін дәлелдеген дерек келтіруімізге болады. Осы сәтте Абылай ханның көзіне түсіп, мынау қайсы батыр деп қалжың сұрауы Бұқарбай батырдың әскери өнерін толық меңгерген нағыз жаужүрек батыр екеніне көз жеткізгендіктен сол майданда Бұқарбайға ұрандауы, тұтас дала ұран үнімен жаңғыруы, сол майданда Бұқарбайға асқақ уық беріп, жауларын жапырып жаратқан. Кейін ол өзін хан алдындағы абыройлы ел алдындағы беделіне бола асқақтамай, қашанда халықпен бірге болуы, батырдың артықшылығы, мінезінің сабырлығы, ішкі жан дүниесінің тазалыққа толығын аңғартады. Бұқарбай батыр Абылай хандыққа шықпаған сұлтан кезінде 24 жас батырның бірі болған. Содан бастап Абылай ханмен, Бөгенбай батырмен сенімді адамдарын айланып, қашанда жанынан табылып тұруы, батырдың тұрақтылығы, ойлау жүйесінің тереңдігін білдіреді. Бұқарбай батыр 80 жас шамасына келген кезінде батпаққа түскен өгіздің ырғап батпақтан суырып шығарып алған оқиғасы және Абылай ханның жоңғардың соңғы қалдық күштермен шайқаста батырлар жинағанда әскер жасығын ертіп келген 80-нен асқан Бұқарбай батыр Бозтордағы атын ал ұрып бауыздап, жасақтарына қанға қол малдырып, ал су ішкізіп, атайшы батыр болып, атадан қалған бөрі басы туын Абылай ханның ақ туын желбіретіп, шепке аттанып, Абылай ханды риза етіп, тәмам елге жігер беруі, Бұқарбайдың ақ туын ашық жарқындығын, ел үшін еңіреп туған ер екендігін, денсаулығын мықтылығын, қартайған шағында күш қайраттың қайтпағандығынан белгі береді. Қорыта айтқанда Бұқарбай батырдың жан дүниесі тым таза, сергек кезігетін бөлекше жаратылыс иесі, ұрпаққа рух беретін қазақтың тарихында батыр биік тұлға деп танып біздерге әбден болады. Көп рахмет. Келесі сөз жаңа айтқандай, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы, белгілі ғалым Мақсат 65 ұлына беріледі. Құрметті конференция қатысушылар, қонақтар, шетелден осы конференция онлайн қатысып отырған әріптестер, барлықтарыңызға сәлем бердім. Бұл конференция бүгін табысқа жетсін. Батырларды ұлықтау бұл біздің ұлттық тарихтың маңызды міндеті. Қазақ тарихындағы, қоғамдағы маңызды әлеуметтік топ өкілдері, қазақтың билері, батырлары, сұлтан хандары болғаны тарихтан белгілі. Қазіргі уақытта біздің ұлттық тарих нақты адамдардың түр-түстерімен бейнелену керек. Яғни қазақ тарихында болған нақты тарихи тұлғалар, олар кімдер? Ол қандай батыр, қандай би, қандай ақсақал, қандай абыз болғандығын түрін түстеп, сөйлеп айтатын болсақ, сонда біздің ұлттық тарих ол бір бет бейнесі жоқ тарих емес, нақты көрініс табатындай болсақ та, міне біз тарихта болған адамдарды аттарына да олардың істеген істерін нақты көрсетіп, тарихқа хаттауымыз керек. Бізде батырлардың дәуірі бірнеше мезгіл болған тарихтан белгілі. Ал енді сол 19 ғасырда
Абылай дәуірі ерлік заман деген баға беріп кеткен Шоқан Уәлихан Абылай заманындағы батырларын айтты. Біз айтып отырған бүгінгі Бұқарбай Елтоқұлы батыр Абылай заманын батыр деп айтылады. Әрине, батырлар туралы айтқан кезде біз бірнеше дерек көздерін пайдаланамыз. Ең алдымен бізге маңыздысы ол туралы айтылатын айғақты деректер. Мысалы, қазақ шежірелері, егер бір рудың тайпаның шежіресінде осындай адам болды деп айтатын болса, ол бекерге айтылмайды. Ол рудың ішіндегі бірталай адамдардың аузынан, санасынан, жадысынан өткен сөз. Ол жерде бекерге бір адамның сөзі қосылмайды. Сондықтан Бұқарбай батыр туралы осы Абақ Керей Ителі руының ішінде бірнеше дәуір ауыздан ауызға айтылып келген болса, яғни оған еш күмән жоқ. Ол бір мәселе. Екінші мәселе бұндай ауызша деректерді жазба тарихи деректермен қосып, оны бекіту. Бұқарбай батырын ерлік көрсеткен жерлері, шайқастар. Мысалы, Бұлантыда қатысты дейді. Егер Бұқарбай батыр жаңағы аңыздар бойынша 1690 жыл туған адам болатын болса, онда ол Бұланты Аңырақай шайқасқа қатысқан батыр екен анық, оған ешбір дау жоқ. Рахмет. Келесі сөз келісім бойынша Оңтұған Қажектерұлы сізге беріледі. Ол кісі жазушы, тарих жақсы көретін азамат, шежіреші. Ассалаумағалейкум. Осының Бұқарбай батыр мына бір конференцияға қатысып отырған барлық ағаларға алымдар жазушылар сіздердің барлықтарыңыздың арасына ыстық сәлем жолдаймын. Конференцияның қызметіне табысты жылдың аяқталуына одан үлкен игі қорытынды шығуға тілектестігімді білдіремін. Бұқарбай батыр есімі бізге кішкентайымыздан естуге шақырмастық таныс. Әке-шешеміз, ағаларымыз бізге біз керейдің ішінде үлкен ұлынан боламыз, үлкеннің нанып Бұқарбай деп жетата бізді жаттатқанда бірге жаттатып өсірген. Сондықтан ойлайтынмын, Бұқарбай батыр керейдің екенін естіді екен, батыр болған үшін жаңа шаққан үшін шығар, елбасынан несі бар деп жүретінбіз. Ал енді біздің өзі мына Майөңгеден Керей ата-бабасынан жырақтаған 150 жылдай болды. Осының ортада есі алтылықта қалысып кетті. Содан біздің қарқарасында Бұқарбай батыр туралы сақталған сондай үлкен ой-жайымызды өте сүйек болады. Солай ізденіс жасап жүрген кезімізде мына біздің Рахмет Жұмабаев бауырымыз идеяның шежіресін жазып, оның ішінде Бұқарбай батырдың өмірбаяны, Елтоқтың, әкесі Елтоқтың өмірбаяны істеген жайлы үлкен мәлімет бергенде біз оны қуана қарсы алдық. Сол бойынша сол батырдығын дәріптеп, ұрпаққа қалдыру үшін өз қолымыздан келгенімізді естіп жатырмыз. Біреу айта кететін нәрсе, Бұқарбайдың батырлығының сыртында әкесі Елтоқтың бір рудың, кіші рудың атымен аталуы, Елтоқтың атымен аталуы бұл кісінің әкесінің соншалықты тектілігін көрсетеді деп ойлаймын. Сол тектіден оған текті Бұқарбай батыр бір рудың ұранына тарихта қалған сияқты. Ал енді бәрі рудың өз батырлары болған, олардың бірі жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, алдандай сол қазақтың ел жоғары, қазақтың ел жоқтың арасындағы шайқастарда танылған кісілер, олардың бәрі ел бастаған көсеміз, ел бастаған шешімдер болған. Ал сондықтан да біздің икелі руының азаматтары жауға шапса, Бұқарбайда шауып, қолдаға түсті Бұқарбайда кіріп, баланың да аты ұшты да Бұқарбайда ұран шақырып, басқа түскен баланы жоқса да Бұқарбайда ұран шақырған, халықтың, ұрпақтың жігерін жайлаған, белбесін қозғаған осындай үлкен ұранға айналған адам. Сондықтан да біз қазір келер ұрпақтың осындай есейіп келе жатқан ұрпақтың отаншылдықпен қазақ халқының ел жері үшін шын жүрегімен күресетін жүректі білекті азаматтар болып өсуіне үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Сондықтан да біз осы Бұқарбай батырды дәріптеп, ол туралы кітап шығарып, конференция өткізіп, халық ішіндегі барлық
қазыналарды жинап жатқандарыңызға өте разымыз. Сөзбен берейін Медақ Тоқтаухан қызына. Ол кісі елде мамандандырылған мектептің тарихтан мұғалімі. Құрметті алаш азаматтары, құрметті ел қорғандары, енді бүгін бір жақсы конференция өтіп жатыр. Мен осыған келіп, осындай бір қаншама мәліметтер алып отырғаныма өте қуанып отырмын. Сіздердің араларыңызда, мысалы біз қарапайым мұғалімбіз ғой. Біздің естімеген мектеп оқулығында жоқ бұндай мәліметтерді өзім тыңдап отырғаныма. Сондықтан болашақ сіздердің орындарыңызды басатын ұрпақтар осы батырлар туралы қандай мәлімет береді, соған кішкене тоқталып кеткім келеді. Енді сіздер сияқты терең толғай алмасам да, жаңағы мектеп оқулықтарында қандай ұрпақ жаңағы өсіп келе жатыр, сіздерді болашақ сіздердің орындарыңызды басатындай қандай ұрпақ келе жатыр дегенге кішкене тоқталып кеткім келеді. Мынау біздің Зерде мектебі, дарынды балаларға арналған мектеп. Мұнда тек қана дарынды оқушылар. Қазақ жоңғар соғысына қатысқан қазақ батырларының атасы. Бөгенбай батыр, Райымбек батыр, Қабанбай батыр. Осы қазақ жоңғар соғысына қатысқан қазақ батырларының атасы. Бөгенбай батыр, Қабанбай батыр, Амантайұлы. Қыздар, нешінші сынып оқисыздар? 8-ші сынып. Қазақстан тарихынан осы қазақ жоңғар соғысына қатысқан біздің қандай қазақ батырларымызды атай аласыңдар? Бөгенбай мен Қабанбай батырлар. Әбілқайыр хан және Малайсары. Нешінші сыныпта оқисың? 9-ші. Осы қазақ жоңғар соғысына қатысқан қандай қазақ батырларын, хандарын білесің? Әбілқайыр мен Абылай хандар, олар көшбасшылар, және солармен қоса Бөгенбай батыр білемін. Енді жалпы сіздерге мен бұны неге әкеп отырмын дегенде, біздің балаларды жаңа көріп жатырсыздар, батырлар десе, 3-ақ батырды біледі. Қабанбай бар дейді, Бөгенбай бар дейді, болды жаңағы ары қарай Малайсары, олардан ешкімді білмейді. Енді бұл мүмкін мектеп оқулығының бағдарламаның да кінәсі шығар. Өйткені жаңағы балаларға толығымен, ал бұны тек қана атын біледі бұлар. Ары қарай бұны толығымен ары қарай кім екенін, қандай батырлар болғанын, жаңа қандай ерлік жасағанын мүлдемге білмейді. Енді осыны біз мектепте осы мәселені қалай шешсек болады деп өзім ойлаймын да. Енді осы сіздер көпті көрген адамдарсыздар, көп жүрген адамдарсыздар. Енді сонда біз мектеп пен универ аралығында бір жол орнату керек сияқты. Менің енді басты сіздердің алдарыңызға әкеп отырған сұрағым осы. Өте мазмұнды болды. Мен қосайын деген дұрыс. Мына мектеп мұғалімінің сөзінен кейін не қылып кеттім. Сондай. Ол бір мектептің көлемінде емес, республика бойынша бұл проблема бар. 90-шы жылы бұл проблемадан шығуды біздің естеріңізде болса, бір бәрімізде отырғандар мақсатта ол институтта сабақ беріп жүргенімізде біз міндетті түрде мектепте жарты ставка беруге, лицейде мектепте беруге жүктейді. Бұл жай ғана айтылып біреумен кездесумен бітетін жағдай емес. Сондықтан вуздағы мұғалімдерді мектеп директорлары жарты ставкаға алу керек. Бұл да қосымша жаңағы не болмайды. Осылар ғана шешеді. Ол деген барып, бір сағат лекция оқып, балаларды не деген бұл жаңағы көріп отырсыздар ғой, деректердің мәні, бұл оқиған әрбір тақырыптар бар. Сондықтан мына неге бүгінгі болған конференцияның қаулысына орындалсын, орындалмайсын, осы 90-шы жылдағы осы тәжірибені қолдануымыз керек. Яғни ғылыми зерттеу институтындағы, жоғары оқу орындарындағы оқытушыларды жарты сағатқа, жарты ставкаға мектепте сабақ беруге шақыру керек. Екі айту бар. Жұмашаров шақыратуына бері бар. Осы Бұқарбай батыр атты зерттеу кітабының бас құрастырушысы, жазушы ақын. Батырдың рухы тәлім тәрбие қызметінің мәйегі, ұлт рухының үлгісі. Батырдың рух ұлтымыздың ұзына тарихына аса ірі ұлттық мақтаныш деңгейінде көтеріліп, ата салтқа айналған рухани дәстүріміздің тірегі. Батыр отанына, халқына қауіп қатер төне қалған тұстарда кеуде келе алдыға шығып, елінде қормал жеріне қорған болған рухпен ел, жер, ұлт мүддесі үшін бүкіл ынта-пейілімен күресе алған, тіпті отанының тұтастығы,
халқының амандығы жолында жан қияр қиға дейін бара алған тұлға. Батырдың орны қашанда биік, атағы асқақ. Халқымыз оларды ылғи да төбесіне көтерді. Ел мүддесін сеніп тапсырды. Билікке араластыра, жұртты артынан ертіп, төңірегіне топтастыра білді. Еліміздің бертінгі тарихындағы 1723-тен бастау болған Ақтабан шұғырынды алкоголь сұрама деген атпен тарихта қалған зұлматты жылдарда да Абылай хан тұсындағы ірі көлемді басқыншы қалмақтан ел жұртының қорғау территориясын тазарту жорығы, тіпті іргелес Орыс империясының ірге кеңейту отаршылдығы мен бодандыққа қарсы ханды тарихтың қай тұсында болсын қазақ тарихында әйгілі Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай батырлар және Жырау батыр Қожаберген, Шақшақ Жәнібек, Тархан, Абылай хан оң тізесінен орын алған әйгілі ер жәнібектер, Бармақ батыр қатарлы, солар сияқты көптеген отаншыл ұлт қаһармандарының асқақ ұлттық рухы, жанқиярлық, қан майдан күресімен арғы ата бабаларымыз ұлтқа мұра, ұрпаққа аманат қылған ұлы дешті Қыпшақ әлемін қорғады. Міне бұлар еліміз тарлан тарихында бұрмаланбай орын алып, дүние тарихында да бой көрсете алатын әлемдік ірі тұлғалар шоғырына қосылуына да қазіргі заман мектеп оқулықтарынан дұрыстап орын алып, бүгінде ақсап тұрған жас ұрпақтардың отаншылық рухының мәйегі, ұлттық рухты көтерудің үлгісі болуға талассыз ақиқат. Бұқарбай батыр ел тұғылы жоғарыда атап өткен ел аузына аңыздай тарала, рухтарына арналып көптеген жыр дастандар, тарихи романдар жазылған бір бөлім ірі тұлғалардың өкше ізін баса, өзінің ер жүрек адуындығымен еліне ұран, ханына ұлан бола, хан Абылайдың атойшыл 25 батырлардың біріне, денесінің ірілігімен көбінде аттанбай, қара жердің қайғы атанған түйе түлігін кергете дұшпанына қарсы 500-ден астам ұрыс салып, талай жеңісті шайқастың атойшысы болған Ақбұралы батыр атанған айтулы тұлға. Бұқарбай батыр қазақ ұлттық құрамын толықтырған, ұлыстық тарихы ұзақ, өзіне тән хандық тарих қалыптастырған Керей ұлысының Абақкерей тайпасынан Ноқта аға салауатына етері руының көшбасшысы, ұлыстық ұраны, еліне алға, жұртына жаға болып, атақты ер жәнібекпен бірге басқыншы қалмақ қарсы Керей қолының тіректі қолбасшыларының бірі болған ірі тұлға. Бұқарбай батыр елтіұлының сонау құнды құмыры мен тарихи еңбектерін әйгілейтін тарихи дастандар мен тарихи маңызы күшті көптеген аңыз тәмсілдер табылды. Қазақстан, Түркия, Монғолия елдеріне аты әйгілі әдебиетшілер, танымал тарихшылар, халық ғылым докторлары мен профессорлар, мамандар мен Бұқарбай батыр ұрпақтары қаламгерлерінің қаламынан туындаған ғылыми еңбектер, қоғамдық тарындық мақалалар топтастырылған Бұқарбай батыр атты жоғары деңгейлі көлемді кітап жарық көріп, оқырманмен бет көрісті. Алматы және Астана қаласында елге танымал әйгілі ғалымдар, ғылым докторлар, профессорлар мен мамандар, жазушылар және әуесқой зерттеушілер қатысқан кең көлемді ғылыми танымды жиыны өтіп, түрлі үгіт ақпарат құралдары арқылы батыр бабамыздың танымалдығы артты. Түйіндеп айтқанда, Бұқарбай батыр елтіұлы қазақ елінің іргесінің бүтіндігі мен территориясының тұтастығын қорғау жолында хан Абылайдың шапқыншы қалмақ басқыншыларына қарсы жорығына белсене қатынасып, ел амандығы үшін ерекше үлес қосқан қазақ батыры, ұлтжанды халық қаһарманы. Тек Бұқарбай батыр елтіұлы ғана емес, қазіргі таңдағы Қазақстан тарихында белгілі болған 500-ден астам қазақ батырларының отанына, халқына, әсіресе ұлт азаттық күресіне үлкен үлес қосқан қай-қайсында
табанның астынан арғын көре алмайтын таяз талған қар өсілердің ел азаматтығы үшін еңбек еткен батырларды жеке руларға теруден арғын көргісі келмейтін тоғышарлармен бірге ұсақталмайды. Батырларымыздың ел азаттығы ұлт мұраты үшін күрескен халық қаһармандары санатына көтеріп, республикалық деңгейдегі тәлім-тәрбие қызметінің мәйегі, ұлттық рух қажетінің үлгісі ету қажет. Міне бұл қазіргі таңда ақсап тұрған ұлттық рухтың қажеті. Кемеліне келе өрістей алмай отырған мемлекеттік ұлттық идеологияның қажеті деп қараймын. Менің есімім Жахан, фамилиям Мұхамедияр. 1948 жылы туған, Қарағанды облысы, бұрынғы Егінбұлақ Қазбек ауданы, Едірей ел деген дүкен бір тау жота, сол жерде туылып өскен азаматтың. Мен мынау 2000 жылдары осы Совет үкіметі құлағаннан кейін, үкімет ауысқаннан кейін, соны Қарағандының Асакар ауылына қарай жүзіп көшіп келдік. Елімізді, ауданымыз бәрін жапқаннан одан бұрын сол 50 жыл сол елді туып өскен елінде болдым. Мен анау Едірейдің бауырында үлкен Шақпақ деген тау бар, сол Шақпақтың ар жағында жайылымда Бұқарбай батырдың үлкен зираты болатын, шошақ зират. Оны біздің әке-шешелер өмір бақи сол жақта малда болған кісілер. Мал баққан соны біз бала кезімізде мал бағып жүргенде сұрайтынбыз. Мынау кімнің бейті, кімнің зираты, ондай үлкен зират. Реткі білдің, анда-санда ғана бір көресін ек. Сонда сол кісілер айтады, мынау ерте кезде Керейдің Бұқарбай батыр деген батыр болып тұқшыр әкеп қойып сол кісілер ек. Содан аңтаң болып жүретініміз, содан енді жарты ғасыр ғұмыр өтті. Біздің бұрын бала кезімізде ол бейт үлкен өте биік алыстан көргенде мынау үлкен болып тұратын. Қазір замандар өтіп жатыр. Содан батырлар мына Байекенде іздеп барғанда менің айтуым бойынша сол бейттің жартысы ғана қалыпты құлап. Енді біздің елде мен мына арғын Қаракесекенің тарихында, шежіресінде өте керемет білмесем де біразын білемек. Өзім сол ескі әңгіме, тарихты өте жақсы көретін адаммын. Біздің елде Бұқарбай батыр деген кісі болмаған ек. Осы мынау жаңағы Керейдің ақ бура мінетін Бұқарбай батырдың зираты сол. Оны мынау келген ағайындарға, азаматтарға көрсеткен, Байекеңдерге. Зираттары бар дейді. Зират. Сол неге Шақпақтың ар жағында жаңағы бұлақ болатын, сосын үлкі жота болатын ек. Ол әлі Совет үкіметтер. Бұқарбай батырдың жотасының бұлағы. Сол менің білетін нәрсе. Ал енді сонымен қоса Бұқарбай батыр халықаралық қоғамдық қор дайындаған Бұқарбай батыр атты зерттеу кітабымен Бұқарбай батыр Елтоғұлының өмір жолы атты көркем басылымның тұсаукесерін өткізу үшін үмітке сізді сұраймыз. Медак қарындасымызды шақырайық ортаға. Және Айтжан бізді шақырайық.
жалпы Бұқарбай батыр қорғауға жөнінде сөйлемекші едім. Тақырыптан алшақтамаңыз деп мына бүкіл мынадан біраз тек салды. Сонда енді бағанадан мынау конференция өте жақсы болды. Былайша айтқанда осы конференцияны ұйымдастырып отырған бүкіл мына Өмекен ағамызға және басқа осында отырған барлық ағайын жұраттарға рахмет айтамын. Мына ұлт тарихында батырлар институтының жаңа деректер менен жаңаша көзқарастар деп тақырып қойылған екен. Мен бағанадан тыңдап отырмын, бізде үлкен қазір беталысымыздың бәрі бір бұрынғы деректер бағанана мұғалім қарындасымыз айтты ғой, балалардың жалғыз адамдардың атын ғана біледі, оның не істеп не қойғанын білмейді дейді. Мысалы мен бұлай бір ізденудер жасадым. Мына Бұқарбай батыр жаңағы 12 бақ керейдің ішіндегі Ителі руынан деп жатырмыз. Ителі. Сонда біз енді әзір қазақтың өзін айтқан кезде қазақ кеше осы аз жылдардың алдында, аз ғасырдың алдында рудан құралған дейсіміз. Сөйтіп жатырмыз ғой ғалымдар. Ал енді мен Ителі қайдан пайда болған екен деп осыны қузадым. Қузасам, мына бізде осыдан мына жаңарадан бұрын 1000 жылдан бұрын, мына жаңа жылдан ары қарай 1000 жылдан бұрын сол кезде Ителінің аты аталады екен. Тарихта. Ол мына тарихтағы Қытайдың қаннама, тарихтама деген кітаптар бар. Бұлардың бәрін Ителі деген аттармен аталып, сол кезде олардың мына ғұндардың бір тайпасы болған. Ертең келе одан 6000 жылдан кейін үйсіндердің бір құрамашы тайпасы болған деген сияқты аталар екен. Жаңа жазушы Қытай тарихындағы үлкен деректер де бар. Сонда осындай тарихта жазылып қалғанда біздің қазақ деген тіпті зерттей берсек, одан ары қарай шығады. Сондықтан руларды зерттеуде менше біз рушылдық емес, өз тарихымызды анықтаудың негізі осыда жатқан ұқсайды. Бізде 1778 жылы бір Бұқарбай туралы дастан жазылған. Ол адамның аты Жансары деген адам, Киікбай Жансары деген. Соның құлзап ел ішінде үзінділер тарап жүргеннен кейін біз ізденіп бұны тапқанбыз бұл ұрық жырақ атына. Сөйтсек әлгі дастанның ішінде осы мына кітапта бердім, қарасаңыз. 3 ерекшелік бар екен. Бірісі, анау ғұндар сақтар кезінде бөрібасты туалып батырларымыз шапқан рас қой. Енді Бұқарбай кезінде Бұқарбай бөрібасты туалып шабады екен. Дастандар. Сонда біздің ана тегіміздің жаңағы Қытай деректерімен ар жағынан бері қарай жалғасқаны бір дерек анықталып жатыр. Енді екінші бір анықтамасы Бұқарбайға жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, кім бата береді? Бұқар жырау. Сонда бүйтіп бата береді. Атаң Тұғырылдың тұғырына қон дейді әлгі. Сонда Тұғырылды өзіңіз білесіз Шыңғысхан заманындағы. Тұғырылхан. Сонда осы ана желілес дүниелерді өте шұқылап анықтай беретін болсақ, тымарда күрделі тарихта шығып жатады екен. Содан Бұқарбай жөнінде 2 дастан табылған, соның біреуі Бұқарбай батыр деген, ол өзі ел ішіне кеңінен тараған. Мен ойладым, сонда біз жалпы мына батырларды зерттеу барысында бізде осындай ізденіс болса ғана біз өзімізді анықтай алады екенбіз деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет, мен уақыттарыңызды алмайын. Енді Бұқарбай батыр халықаралық қорғамы құрылғалы міне 4-ші жыл болды. Бұл заңды түрде тіркелген қоғам. Сондықтан енді сіздерге айтарым, осындай қымбатты уақыттарыңызды шығарып, конференцияға келіп қатынасып, қымбатты ере жақсы сөздеріңізді сөйледіңіздер. Оның сыртында мына ақсақалдарымыз бенен інідеріміз осындай үлкен зал алып, үлкен инноватты орындардан осындай конференцияны ұйымдастырғанына мыңда бір алғыс айтамын. Тәуелсіздіктің бауы берік болсын, шаңырағы биік болсын. Тәуелсіздіктің тобығы қисаймасын, ырысы төгілмесін.
табалдырығы мен төрі төмендемесін, аласармасын. Осы қасиетті отаудың ішінде дау болмасын, сыртында жау болмасын. Тұтас мемлекет ел болсын. Алла Тағала осы қасиетті елде қасиетті қазақтың алтын құрсақ аналары аман болсын. Сол аналар өмірге әкелген ардағымыз, асылымыз, болашағымыз, ертеңгі күніміз жастар аман болсын. Мына халықтың үміті менен сенімін арқалаған, антына адал, сертіне берік, елдің ат үстіндегі азаматтары аман болсын. Елдің азаматтардың ағасы, елдің халықтың ағасы, елдің шежіресі, елдің тарихы, азаматтардың арқа сүйері, ел ағалары азаматтар аман болсын. Халқымыздың дәстүр салты, діні, ділі, тілі аман болсын. Қой үстінде бос тұрмай жұмыртқалайтын заман болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Осы отырған азаматтардың алға қойған, бағыт ұстаған нысандарының барлығы сәт-сәтіменен орындала берсін. Ұлы бабаның жатқан жері жайлы болсын, ұрпағын әруағымен қолдап, қорғап жатсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын.